Саламатсыздарбы окуучулар? Саламатсызбы. Бүгүн түгөнбүзбү сабакта? Жакшы. Бүгүн биринчи топко бөлүнөйүк. Биздин тобумуз эки топко бөлүнөт. Суу және ауа тобу болуп, э? Жакшы. Ендеше назарыңызды видеороликке Былтырғы жас түлегіміз біздің Каспий теңізінің су түбін тазалауы. Қалай ұстағанды судың түбіндегі нәрселерді алып шыққан қоқыс қалдықтарын. Балалар, жаңа біздің осы мектебіміздің түлегі, Ахат ағаларымның жас түлегі осылай Каспий теңізіне түскенін көрдік, иә? Соның Каспий теңізінің су түбіндегі қоқыстарды тазалағаны. Сонымен, бұдан не дейдік біз? Не қорытынды шығарамыз? Табиғатымызды ластамау, табиғатты аялау және өзіміздің туып өскен жерімізді қоқыстардан жинап, оны аялап ұстау. Тағы кім ойнады? Ойын бөлсек, тағы кім ойнады? Бұл видеоны қарап, дейтін минутын тек болады. Адамдар өзінің артынан жинамай кетсем, осындай адамдар, осындай жұмыстар көбейе бастайды. Яғни мусорларда жинала бастайды. Бұл жұмыс адамның денсаулығына әсер етеді. Сонымен қорытындыға біз не келеміз? Неге сөз табиғатты немесе табиғатты аялау немесе біздің экология, иә? Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз өздерің айтқандай Маңғыстаудың экологиялық проблемалары жайлы. Жақсы. Жалпы мақсаты Маңғыстауда орын алған экологиялық проблемалардың негізгі көзін тауып, олармен күресу шараларын оқушыларға жеткізу. Оқушыларға экологиялық зардаптардың болу жолдарын және соларды алдын алу шараларын түсіндіру. Үшіншісі табиғатты қорғау, жер ресурстарының қамқорлыққа алу. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты екен. Жалпы экология дегеніміз тірі ағзалардың бір-бірімен қарым-қатынасын, олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейді. Осылай біз сабақтар барысында білетін боламыз. Ал енді Қазақстанның қазіргі экологиялық жағдайлары не деп айтып өтейікші, айтамыз. Біріншісі табиғаттың ластауы, екіншісі автокөліктердің ал біздің Маңғыстауға керек қайсысы ең бірінші? Каспий теңізінің жағдайы қазір бізді алаңдатып отыр. Қазіргі кездегі Маңғыстаудың экологиялық біздің мәселеміз бұл біздегі қарапайым біздің өзіміздің күнделікті көріп жүрген Каспий теңізінің ластануына кімге кінәлі? Тараусында бізде әртүрлі қоқыстар кеткеніне. Ал енді немесе бұдан бөлек су бетіндегі мұнай, балықтардың қырылуына, жойылуына біздер су бетіндегі мұнай септігін үлкен себепкер екен. Енді бүйтеміз балалар, контейнерді аламыз. Контейнерге су құяды. Бірінші балалар бізде контейнер тұр. Бұл контейнерді біз Каспий теңізінде ойлаймыз. Каспий теңізі не істейміз біз? Мына қыстырғышты көріп тұрып, қыстырғыштарды бұл қыстырғыш адам баламасы, яғни адам деп елестетің, соған мұсыстай, ал бастайық бірінші. Бұдан не қорытынды шығардық балалар? Не қорытынды шығардық? Каспий теңізінің адам баласы қанша көбейген сайын қоқыста көбейе береді. Тағы кім ойын айтады? Адамдардың көбейген сайын ластануы. Әрбір адам бір мусор тастасақ, қарашы, мысалы бір қыстырғыш адам болса, бір мусор тастасақ қаншалықты біздің
Каспий теңізі суда ластануда. Жақсы, айталық. Адам баласы Каспий теңізі көптеген келген сайын ластай береді. Жақсы. Тағы кім ойнайды? Айталық. Каспийдің ластануына адамдар кінәлі. Жақсы. Ал енді әрбір бір топ, мысалы бірінші су мен ауа топтарына сұрақтар қоямын. Әрбір сұрақ қойған сайын ішіндегі мусорды алып отырады, иә? Бізде ауа мен су топтарына көп сұрақтар келеді. Біріншісі, жақсы су тобына бірінші топ сұрақтары. Каспий теңізінің ластануына не себеп? Адамдар Не себеп? адамдар Жақсы, бір мусор алып отырамыз. Жақсы, экологияны таза ұстау үшін не істеу керек? Иә. табиғат, яғни өзендер және табиғатты таза ұстау. Жақсы, мусор аламыз. Әр адам мусорын тазалаған сайын не болады екен біздің Каспий теңізі? Қарашы, не болды? Тазаланды, иә? Дұрыс айтасың. Жақсы, келесі топ. Каспий теңізінің тартылуына не түрткі? Иә. Каспий теңізінде біз жерден шығатын зиян заттар немесе мусор қоршаған Ал мусорды мусор аламыз. Үшіншісі, қазіргі таңда атмосферада қандай газ көп таралуда? Иә. Қазіргі заманда көптеген атмосфераға бөлінетін газ көмірқышқыл газы. Дұрыс айтасың. Мусор алайық. Ал енді оттегі газын көбейту үшін не істеу керек? Иә, айтамын. Гүлдерді отырғызып, оны баптап күтуіміз керек. Ал мусор аламыз. Сонымен мусорды тазалау арқылы не істеді? Каспий теңізін біз таза ұстаймыз. Жалпы өндірістің қарқынды дамуы, бізде технология заманы болғаннан кейін завод, фабрикалар өте көп, білесіңдер, иә? Соның бойынан бізде атмосфераға оттегі қоры азайып, бізде қандай газ көбеюде? Көмірқышқыл газы көбеюде, иә? Өйткені мұржаларына салатын бізде арнайы мұржаны қоятын арнайы бізде зат болмағаннан кейін біз көбіне атмосфераның улануы, бұл завод, фабрикалардың түтіндерінің көмірқышқыл газының көбеюіне соғуда, иә? Одан кейін бізде білесіңдер, қоршаған ортаға тағы бір улы газ тарататын бұл біздегі машинаның, яғни автокөліктердің несі көбеюі. Бізде білесіңдер, автокөліктер не шығарады? Газ, бұл газдан қандай газ шығарады? Көмірқышқыл газы шығарады. Демек, қарапайым біздің Маңғыстаудың атмосферасының өзі бізде көмірқышқыл газының көбеюіне әкеліп соғуда. Ал енді ол үшін біз не істейміз? Ол үшін не істеуіміз керек? Көмірқышқыл газының көбеюіне не істейміз? Айта бердің қолымен. Ағаш көп отырғызуымыз керек, иә? Ал енді біз бірінші өзіміздің бөлмемізден бастайық. Өзіміздің сабақ оқитын кабинетімізге не істейік? Бөлме бөліп өсірейік, иә? Бастайық. Өйткені бөлме не шығарады деп алып, қандай газ шығарады? Асыраушы анамыз. Анамызды қалай жақсы көрсек, табиғатымызды да, тұрған ортамызды да солай аялай сүйейік. Бір ағаш сынса, 10 ағаш отырғызайық. Табиғаттың тағдыры өз қолымызда. Табиғатты аялайық, жас достар.